Қайырлы күн, 5-ші сынып оқушылары. Бүгін сіздермен бірге әрі қарай 3-ші тақырыпты өтетін боламыз. Бұл бізде сандарды салыстыру деген тақырып. Олай болса, 28-ші есептен бастап шығарайық. Бұл 28-ші есеп оқылымдар дейді, ауызша екен. Бірге бір оқып шығайық. Бірінші 8 тұр, және кіші белгісі тұр, және 15. 8 15-тен кіші. Екіншісі 96 үлкен 95-тен. Немесе 96 95-тен үлкен. Одан кейін үшінші есеп 21 саны 11 санынан үлкен. Төртіншісі 58 саны 60 санынан кіші. Бесінші есеп 7816 саны 7846 санынан кіші. Алтыншысы 5.316.000 кіші 6 миллионнан. Немесе 5.316.000 саны 6 миллионнан кіші болады. Келесі енді 29-шы есепті шығарайық. Сандарды салыстырыңдар, нәтижесінде үлкен немесе кіші белгілерін жазыңдар дейді. 29-шы есеп. Бірінші есебі 157 және 57. 157 57-ден үлкен болады екен. Келесі екіншісі 846 және 864. Мұнда қараймыз, екеуі де 800. Мына жерде уже 40, ал мына жерде 60 тұр екен. Демек 60 жағы үлкен болады. Келесі үшінші есеп. 3993 және 3939. Бұл жерде 3993 үлкен болады. Келесі төртінші есеп. 4203 және 7302. Бұл жерде 7302 үлкен болады. Келесі бесінші есеп 6914 және 591. Бұл жерде көрініп тұр, 6914-тің үлкен болатыны. Келесі алтыншы есеп 205 және 202505. Бұл жерде 205205 үлкен болады екен. Келесі номері 30-шы есепті шығарайық. Бұл жерде 1/10-шы суретте координаталық сәуледегі А, В және С нүктелерінің координаталарын табыңдар дейді. Бірінші тауып алайық, Мынау 1 болса, әр бірлік кесінді бізде 1-ге тең екен. Демек, мына жер 2-ге тең. Мынау 3, 4, В 5-ге тең, 6, С 7-ге тең. Енді айтайық, біріншісі А және В нүктесін, С және В нүктесін, үшіншісінде В нүктесі мен А нүктесі мен С нүктесінің координаталарын салыстырыңдар дейді. Жауабын теңсіздік түрінде жазыңдар дейді. Біріншісінде бізде А нүктесінің координатасы мен В нүктесін салыстыр деген, А нүктесінің координатасы бізде 2-ге тең, ал В нүктесінің координатасы ол 5-ге тең. А және В деп осылай қойып қояйық. Астына мұнараға 2, мұнараға 5 деп жазып қояйық. Қайсысы үлкен болады бізде? Әрине, В үлкен болады, 5 үлкен болады екен. Келесі екіншісінде айтады, С нүктесі мен В нүктесі дейді. С нүктесі мен В нүктесі. Ол С нүктесі бізде нешеге тең? 7-ге тең, ал В нүктесі 5-ге тең. Қайсысы үлкен болады? Әрине, 7 үлкен болады. Келесі үшінші есебі А нүктесі мен С нүктесінің координатасын салыстырады. А нүктесі және С нүктесі. А нүктесі бізде 2-ге тең, ал С нүктесі 7-ге тең. Сәйкесінше бізде 7 үлкен болады екен. Келесі номері 31-ші есеп. Мұнда айтады, қостың теңсіздік түрінде жазыңдар дейді. Бірінші есеп. 7 саны дейді, 5-тен үлкен және 10-нан кіші дейді. Бұнда есептер келетін болса, біз ең кішісінен бастап жазамыз. Ең кішісі 5 қой. 7 және 10-нан кіші. Оқыған кезде бірақ 7 саны 5-тен үлкен, 10-нан кіші деп оқитын боламыз. Келесі екіншісі. 21 саны 19 санынан үлкен, міне 21 саны үлкен 19 санынан. Және кіші 35 санынан. Келесі үшінші есеп. 914 саны үлкен дейді 814-тен. 999 санынан кіші дейді. Неге осылай жазатын боламыз. Келесі әрі қарай есептерге кетейік. Келесі 32-ші есеп. Номері 32-ші есеп. Мұнда айтады, шамаларды салыстырып, нәтижесін үлкен немесе кіші белгісімен жазыңдар дейді. Бірінші есепте бізде не дейді? 65 см және де 1 метр берілген, сантиметр және 1 метр.
бізде 1 метрде 100 сантиметр бар. Сондықтан бізде 1 метр үлкен болады екен. Келесі екіншісі 1 килограмм және 950 грамм. Мұнда 1 килограммда бізде 1000 грамм болады. Сондықтан бізде 1 килограмм үлкен болады екен. Келесі үшіншісі 1 сағат және де 45 минут. Бізде 1 сағатта неше минут болады? 60 минут болады. Сондықтан 1 сағат үлкен болады. Келесі төртінші есеп 8 дециметр және 75 сантиметр. 1 дециметрде бізде 10 сантиметр бар. Демек 8 дециметріміз 80 сантиметр болады, иә? 80 сантиметр үлкен ба, әлде 75 сантиметр үлкен ба? Бізде әрине 80 сантиметр үлкен болады. Сондықтан 8 дециметрді үлкен дейміз. Келесі 1500 килограмм және де 2 тонна. Бізде 1 тоннада 1000 килограмм болады. Сондықтан мына жерде 2 тоннамыз 2000 килограмм болады. Сәйкесінше 2 тонна үлкен болады. Келесі 6-шы есеп. 120 секунд және де 3 минут дейді. Бізде 1 минутта 60 секунд бар. 3 минутымыз 180 секунд болады. Демек, бізде 3 минутымыз көп болады екен. Номері 33-ші есеп. Енді В тобының есептеріне келдік, иә? Енді айтады бізге, сандарды разрядтары бойынша салыстырыңдар дейді. Біз разрядты класстардың барлығын өттік, иә? Бізге бөлсек оңай болады қазір. Біріншісі 2341 және 734 екен. Мына жерде қараймыз. Мынада 1000-дық разряд, ал мына жерде 100-дік разряд. Сол үшін бізде 2341 үлкен болады. Келесі екіншісі 1925 және де 1952. Қараймыз, екеуінің де 1000-дық разряды тең. 100-дік разряды тең. Енді қараймыз, мына жерде 10-дығында мұнда 20 деп тұр, ал мына жерде 50 деп тұр. Демек, бізде 1952 үлкен екен. Келесі үшіншісі 38576 және де 38567 деген сан берілген екен. Екеуін салыстырамыз. Разрядтары тең. Енді 10.000-дық разряд 3, мұнда тоже 3, мына жерде 8, мына жерде де 8, мына жерде де 5, мына жерде де 5 екен. Енді міне 10-дығына келейік. Мұнда 7, ал мұнда 6 тұр. Қайсысы үлкен? 7 үлкен. Келесі төртіншісі 45315 және 45135. Бұны да салыстырайық. 10.000-дық разрядтары 4, 1000-дықтары 5, 100-діктері 3, бұнда 1 екен. Демек 3 үлкен болады екен. Келесі 5-ші есебі 671.312 және 5.671.312. Мұнда уже 100.000-дық, ал мұнда миллиондық екен. Демек миллиондығы үлкен болады. Келесі 6-шы есеп. Мұнда 1.099.999, ал мұнда 999.999. Бізде 1 миллиондығы үлкен болады. Келесі 34-ші есепте. Келесі 34-ші есеп. Номері 34. Белгісіз цифрлары жұлдызшалармен алмастырылған сандарды салыстырыңдар дейді. Мұнда 8 және қандай да бір 2 жұлдызша тұр, ал мына жерде 2 және қандай да бір 2 жұлдызша тұр, иә? Біріншісінде екеуінің де разряды тең. Қарап тұрсақ, екеуі де 100-дік. Демек, біріншісіне қараймыз. Мұнда 8, мұнда 2 тұр екен. 8 тұрған жағы үлкен болады. Келесі екіншісі 45 және де 2 жұлдызша. Мына жерде 43 және де 3 жұлдызша болады екен. Мына жерге қараймыз. Мұнда разряды 10.000-дық, ал мұнда 100.000-дық. Бізде 100.000-дық жағы үлкен болады. Келесі үшіншісі 17.000, қандай да бір 300 бірдеңе деген сан. 172.000 бірдеңе деген сандар. Енді мына жерде қараймыз.
мынау 10 мыңдық разряд, ал мынау 100 мыңдық разряд. Бізде 100 мыңдық разряд үлкен болады. Келесі төртінші есеп. 9 мың деген сан мына жерде 9 мың және де қандай да бір жанында сандары бар. Одан кейін 2 мың. Бізде 9 мың деген жағы үлкен болады. Келесі бесінші есеп. Мына жерде 5 жұлдызша берілген, ал мына жақта 4 жұлдызша берілген. Қайсының разряды үлкен? Бесеу тұрған жағы үлкен болады екен. Келесі 362 және де 3 жұлдызша. Ал мына жақта 13 миллион 61 және де 4 жұлдызша тұр. Бұл жақта 13 миллион дегені үлкен болады. Себебі бұл уже 10 миллиондық разрядқа кетеді. Енді бізде 35-ші есепке келсек, тұжырымдамаларды қайсысы дұрыс дейді? Кез келген 3 таңбалы сан, кез келген 4 таңбалы сандан кіші дейді. Біріншісі дұрыс. Кез келген 3 таңбалы сан бізде кез келген 4 таңбалы саннан кіші болады. Енді екіншісінде айтады. 0 саны кез келген натурал саннан үлкен дейді. Бұл қате пікір. Өйткені 0 саны ол ең кішкентай сан ғой. Енді үшінші сан. Үшіншісі ең үлкен 4 таңбалы сан, ең кіші 5 таңбалы сандан бірге кем дейді. Бізде ең үлкен 4 таңбалы сан ол 9999, иә? Ал ең кіші 5 таңбалы сан ол бізде 10 мың болады. Иә, расында қарап тұрсақ, ол бірге кем болады. Бұл дұрыс пікір. Келесі төртінші тұжырым, 0 саны кез келген натурал саннан кіші дейді. Иә, бұл дұрыс тұжырым. Келесі бізде 36-шы есеп. Мұнда айтады, стадионнан келе жатқан Қайрат, Мирас, Нұртас және Айдос. Футболистер. Қайрат, Мирас және Нұртастың біреуі қақпашы. Мирас, Нұртас және Айдостың біреуі қақпашы. Нұртас қақпашы емес. Стадионнан келе жатқан футболистердің қайсысы қақпашы дейді. Қараймыз. Біріншісінде айтады Қайрат, сосын Мирас және Нұртас. Біреуі қақпашы дейді. Енді астында тағы жазған, иә? Мирас, Нұртас және Айдостың біреуі қақпашы деп тағы да жазған екен. Және астында айтады. Нұртас қақпашы емес дейді. Демек біз Нұртасты алып тастаймыз мына жерден. Және екеуінде де қарасақ Мирасты айтқан, иә? Мына жақта егер Қайрат қақпашы болар болса, мына жақта Қайрат жазар еді. Ол демек Қайрат жазбаған. Демек бірінші ретте Қайрат жазып қойған. Және де мына жақта егер Айдос қақпашы ғой деп айтатын болсақ, ол біріншісінде айтқан кезде Айдосты айтпаған. Біріншісінде де екіншісінде де Мирастың атын атаған. Өздері міне Нұртас қақпашы емес деп айтып кеткен. Демек есептің жауабы бізде Мирас қақпашы екен. Келесі номері 37-ші есеп. Мұнда айтады, теңсіздіктегі жұлдызшаның орнына теңсіздік тура болатындай ең кіші сан шығатын цифрды қойыңдар дейді. Бірінші есепте 33713 үлкен 3710 ең кіші сан деген демек біз бірді қоямыз. Келесі 47600 қандай да бір сан кіші деген 47658. Демек бізде мына жерде бір санды қоюымыз қажет. Ең кіші санды қоюымыз керек. Демек оған тоже бірді қоямыз. Келесі үшіншісі. Қандай да бір сан орнын іздеп кетейік. 1204. Үлкен 63204. 63204-тен үлкен болу керек болса, мына жерге біз 7-ні қоямыз, ең кішісін. Одан кейін төртінші есеп. Қандай да бір санға орын іздеп кетеміз. 296 үлкен 10497-ден. Мынау бізде үлкен болу үшін біз мына жерге бірді қоямыз. Сонда 11296 үлкен 10497-ден. Келесі бесінші есеп. 164927 үлкен
қандай да бір санды қоямыз мына жерге 3812. Мына жерде 164 мың деп тұр. Мына жерде 100 қандай да бір 3000 болу керек. 164 мың үлкен деп тұрса, демек біз мына жерге ең кішкентай 1 деген санды қоя салсақ болады. Келесі 6-шы есеп. Қандай да бір сан тұрады. 65913-ті жазамыз. Бұл үлкен екен. 397224-тен. 397224-тен. Мынау үлкен болу үшін біз мына жерге 4 деген немесе 4 деген санды қоямыз. Сол кезде 465913 үлкен болады 397224-тен. Келесі есеп. Номері 35-ші есеп. Номері 38-ші есеп екен. Бірде 11-ші суретте координаталық сәуле бойындағы бірінші АВ және СД кесінділерін салыстырып, нәтижесін теңсіздікпен жазыңдар дейді. Демек, біз бұлардың әрқайсысының координаталарын тауып алайық. Бірінші, мұнда әр бірлік кесінді 1-ге тең болса, мынау 2, 3. 3-ке тең болады. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-ға тең екен. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Енді АВ және СД кесінділерін салыстырып, нәтижесін теңсіздікпен жазыңдар. Бірінші біз АВ-ны тауып алайық. Ол дегеніміз В-дан аны азайтамыз. В бізде 13, азайтамыз 3-ті, тең болады 10-ға. Енді СД кесіндісін салыстырайық. Тауып алайық, Д-дан азайтамыз С-ны. Д деген бізде 18-ге тең, ал С бізде 10-ға тең. Демек бізде С-ды 8-ге тең екен. Енді АВ мен СД-ны салыстырайық. Қайсысы үлкен болады? Әрине бізде АВ үлкен болады. Енді келесі екінші есеп. Мұнан бірінші есеп деп қояйық. Енді бұл жерде АС, СВ, ВД кесінділерін салыстыру керек екен. Бірінші А, С-ны тауып аламыз. Ол С-дан аны азайтамыз. С бізде 10, А 3, тең болады 7-ге. Енді келесі СВ-ны тауып алады екенбіз. В-дан азайтамыз С-ны. Яғни 13-тен азайтамыз 10-ды. Тең болады 3-ге. Келесі бізде табу керек В-ды. Д-дан азайтамыз В-ны. Д деген бізде 18-ге тең, ал В 13-ге тең. Бұл тең болады 5-ге. Қос теңсіздік ретінде жазуымыз үшін біз ең кішкентайын бірінші қоямыз. СВ екен ол. СВ кіші теңсіздікті қоябыз да, келесі В-ды қоябыз, келесі А-сы да қоябыз. Бұның оқылуы В-ды кесіндісі, СВ кесіндісі үлкен, А-сы кесіндісі кіші болады. Келесі бізде номері 39-шы есеп. Мұнда айтады. Ойыншықтар дүкеніндегі 3 ойыншық машина мен 2 қонжықтың құны 13 ойыншық қоянның құнына тең. Ондағы 1 ойыншық машина мен 3 қонжықтың құны 9 ойыншық қоянның құнына тең дейді. Ойыншық машина қымбат па, әлде қонжық қымбат па дейді. Біз бұл есепті шығару үшін былай жазып алайық. Қараймыз. 3 машина қосамыз, оған 2 қонжықты. Бұл тең болады 13 қоянға. Енді қараймыз. 1 ойыншық машина мен 2 қонжықтың құны 9 қоянның құнына тең екен. Енді біз бұл жерден екеуінің біреуінің құнын тауып алайық. Осындай бір жүйе құрайық. Оны табу үшін мен мынаны 3-ке көбейтіп жіберейін. Сол кезде жүйені былай қарай жазайық. 3 машина, 2 қонжық тең 13 қоянға. Енді 3 машина болады. 2 қоянды 3-ке көбейтсек 6 қоян деген қонжық болады. Енді 9 қоянды 3-ке көбейтсек 27 қоян болады. Енді міне мынандай жүйені әкеліп алдық. Енді бір-бірін азайтып жіберейік. Сол кезде 3 машинаны азайтсақ, бізде 0 машина болады да. 2 қоянға 6 қоянды қоссақ, 8 қоян болады. Енді қараймыз. Бізде мына жерде 2 қоян емес, 3 қоян екен.
осы 3 қоян. Сонда мына жерде 9 қоян болады 3-ке көбейткенде. Енді қараймыз. Мына жерде де 8 емес 7 қонжық болады. Мына 9 қояннан 2 қоян. Екеуінде де разница жоқ. Қалай yazсақ та 9 қояннан 2 қоян. Сол кезде бізде 7 қоян шығады. Енді мына жерде 27 қонжық. 27 қояннан 13 қоянды азайтқан кезде бізде 14 қоян шығады. Енді біз мына жерден бір қонжықтың бағасын тауып алатын болсақ, ол бізде 2 қоянға тең болады екен. Бір қонжығымыз 2 қоянға тең дейміз. Бізде бір қонжық 2 қоян болса, енді мына бірінші теңдеу тұр ғой, соған әкеп қояйықшы. 3 машина қосу, бір қонжықтың орнына 2 қоян қоямыз. 2 қоян. Ол кезде бізде 13 2 қоян көбейту 2 бар алдында. Сол кезде 4 қоян болады, 13 қоян. Енді қараймыз, 3 машина тең болады 13 қояннан. Біз мына 4 қоянды азайтамыз. Бізде 3 машинамыз тең болады екен 9 қоянға. Бізде демек бір машинаның құны 3 қоян болып тұр ғой. Қараймыз. Бір машинаның құны 3 қоян. Бір қонжықтың құны 2 қоян. Демек бізде бір машина үлкен екен бір қояннан.